менің жауапкершілігімді жоққа шығармаймыз. Мен қалағаным үшін, мен осыны сұрағаным үшін мен өзгеріске ұшыраймын. Ай, Алла қалап мен случайно кеп қалдым десем, не істеймін? Постоянно сырттан, ой, жансая үйткенде, анау бүйткенде, мен сол кезде ше, ана бір әйелді көрдім, онша ұнаған жоқ деп қуып отырамыз. Неге? Өйткені жауапкершілік менде жоқ. Сондықтан қай сізде тірлік бар? Мысалға ажырастыңыз, иә? Біреуге сырттан ажырасу өте құбыжық бір құбылыс болып көрініп жатыр, бірақ оны ол әйел қалады ғой. Ол өзі шешім қабылдады. Өмірде мен арғы өмірімде осылай өмір сүруге дайынмын, Алла тағалам. Сондықтан ол да бір қалау өзін ішкі. Ары қарай мен өмір сүруге менің талпынысым, өмір сүрудегі тағдырымды ары қарай өзім қалаймын деп тұр. Сондықтан анау жаман болған үшін ажырастым, анау маған бүйткен үшін ажырастым емес, мен қай жерде ажырасуды қаладым деген кезде осы мәселенің шешімін өздеріңіз оңай табасыздар. Мен айналып келіп нені айтып жатырмын? Өзім туралы, өзімнің ішкі қалауым туралы, менің өзіммен тікелей байланысым туралы айтып жатырмын.